Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге ешқандай да духовка, миксерсіз дайын болатын десерт түрін ұсынамын. Рецебім ұнаса лайк басып, жасап көріп пікір қалдыруды және де арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Салмасына кез келген кептірілген жеміс түрін пайдалануға болады. Менде сары өрік және де мейізді пайдаланамын. Қосымша чернослив немесе финикке қоссаңыздар болады. Грек жаңғақтарын пышақтың көмегімен ұсатып аламыз. Грек жаңғағын арахисті қоссаңыздар өте тойымды және пайдалы болып шығады. Ендігі бізге печенье қажет болады. Крекер печеньелерін қолымыздың көмегімен ұсатып алдым. Немесе рыбка печеньесін пайдалансаңыздар болады. Араластырғанға ыңғайлы ыдысымызға қаймағымызды 20% және де сгущенкамызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен салмаларын салып және тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осы салмалармен десертіміз өте ерекше және дәмді болып шығады. Артынан печеньелерімізді салып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей десертіміз біршама дайын болды. Ендігі осы десертімізді салатын ыдысымызды дайындап аламыз. Кішкене шұңғылдау болған дұрыс. Үстінен пищевой пленка немесе кәдімгі салафан кидіріп қоясыздар, жабыспас үшін. Барлығын осы ыдысымызға саламыз. Жақсылап тұрып, қасықтың көмегімен бет жағын тегістейміз, нығыздай отырып. Ендігі салафанымызды үстінен жауып, тоңазытқышқа шамамен 2 сағатқа қоюға болады. Ұзағырақ тұрса, барлық салмалары сіңімді болып тұрады. 2 сағат негізгі жетерлік. Одан көбірек тұрса тіпті жақсы. Ендігі салафанымызды алып, керек ыдысымызға төңкереміз. Мінекей бізде ешқандай да духовкасыз, миксерсіз және қарапайым бар заттарымыздан осындай әдемі және де дәмі өте ерекше болып шығатын десерт түрін әзірледік. Рецебі ұнайды деген ойдамын, жасап көріңіздер. Салмаларын өзіңіздің қалауынша және үйдегі бар заттармен жасауға болады. Міндетті түрде қаймақ пен сгущенка және печеньені араластырып, осындай десертті жасап көріңіздер, кеңес беремін жасауға. Сіздермен болған Айман. Каналыма тіркелуді, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.